республика күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күні мемлекет ретінде қалыптасуына бастау болған егемендік туралы декларация қабылданды. Еліміз дербес мемлекет ретінде дүние жүзіне таныла бастады. Әлем картасында Қазақстан Республикасы деген мемлекет пайда болды. Еліміздің егемендігі мен территориясын тұтастығы саяси, құқықтық және экономикалық тұрғыдан дәйектелді. Біз қазақ обастан тегінде, негізінде, уызында жарған еліміз мынау республика күні қайтадан санатқа қосылып сақпа тұрғаны бізді қуантады. Өзін іргесі қалаған, еңсесі тіктеген ел үшін өз мерекесінен осындай құтты қарқалази күннен артық күн болуы мүмкін емес. Қазақ елі, қазақ мемлекеті жасасын.